Бүгін сен бірнеше саны бар бас қатырғышты шешіп үйренесің. Бас қатырғыштар әртүрлі болады. Мәселен, мына бас қатырғышқа қарашы. 1, 2, 3, 4 сандары берілген. Бос торкөздерге сандарды бағанмен қатарда қайталанбайтындай етіп қойып шығу керек. Мұқият қарап, жауап берші. Қай қатардағы бос торкөзді толтыруға болады? Дұрыс, осы қатарға бір санын қоюға болады. Тағы қай қатарға жоқ санды қоюға болады? Дұрыс, мына торкөзге 3 санын қойсақ болады. Біз енді қатардағы сандарды толықтыра алмаймыз. Себебі сандар жетіспейді. Ендеше бағанға көшейік. Бағандарға қарайық. Қай бағанға жоқ санды қоюға болады? Ойланып көр. Жарайсың. Мына торкөзге қоямыз. 2. Тағы қай бағанға сан қоюға болады? Дұрыс. Осы бағанға 4 санын қоямыз. Мұқият қарашы, бізде 4 бос торкөз қалды. Бос торкөздің қайсысына сан қоюға болады? Бірінші бағанды қарап шығайық. Қандай сандар жетіспейді? Дұрыс, 2 мен 3 жетіспейді. 3-ті қоюға бола ма? Жоқ, болмайды. Өйткені үстіңгі қатарда 3 саны бар. Ендеше 2 санын қоямыз. Егер біз үстіңгі қатарға 2-ні қойсақ, онда төменгі торкөзге 3-ті қоямыз. Енді бізде 2 торкөз қалды. Қандай санды қоямыз? Тауып көрші. Дұрыс, 1-ді және 4-ті. Үстіңгі қатарға қарап көр. Қандай сан жетіспейді? Ойлан. Дұрыс, 1 саны жетіспейді. Ең соңғы торкөз қалды. Оны бағанмен қатарға қарап табуға болады. Таңда. 4 санын қоямыз. Жарайсың. Сен бас қатырғышты дұрыс шештің.